тұщы сулар туралы екен. Сонда біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз қандай болуы мүмкін? Дүниежүзілік мұхит болуы мүмкін, теңіздер болуы мүмкін және жалпы су. Гидросфера дегеніміз даусынша бажа айта алайық. Жердің су мен оның құрамдас бөліктері. Жазалайық. Енді осы бүгінгі сабақтың мақсаты мініп тұр. Гидросфера және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды. Сонда біздер бүгін гидросфера және оның құрамдас бөліктерін сипаттауымыз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мәтінмен танысып шығамыз екен. Ал мәтінмен таныса қояйық. Оқушылар енді біздер мәтінмен танысып болса, бұрынғы дәстүріміз бойынша постер қорғаймыз. Жасма, сіз өзіңіздің оның стратегиясын білесіңіз, қалай жасалатынын. Сондықтан енді постер қорғауға кірісейік. Міне маркерді бердім. Кірісе ойыңыз, сіздер де кірісе беріңіз. Гидросфера және оның құрамдас бөліктері. Бізде екі мұхит жазылған. Атлант мұхиты мен Тынық мұхиты. Атлант мұхиты 91,7 миллион километр квадрат. Пішіні S әрпіне ұқсас. Терең жері Пуэрто-Рико шамасы 8742 метр. 4 терең шама белгілі. Оның үшеуі батыста орналасқан. Орта Атлант жотасына параллель орналасқан. Және бізде Тынық мұхиты. Тынық мұхиты ауданы 191,6 миллион километр квадрат. Терең жері Мариан шамасы 11,022 метрді құрайды. Бұрында оны ұлы мұхит деп атаған. Онда көтеріңкі жерлер мен терең ауылдардан тұрады. Біз үшін осы сабақта ең маңыздысы теңіздің құрылысы және гидросфераның құрамдас бөліктері. Мысалы, теңіздер, шығанақтар, бұғаздар, мұхиттар және мұхиттардың тереңдігі. Олардың маңыздары мұхиттың ерекшеліктерін білдік. Және де дүниежүзілік мұхитта бірнеше бөліктерде бөлінеді. Бір тұтас жердің су қабығы. Квадрат. Максималды тереңдігі яғы шамасы 7729 метр. Және батыс Австралия 5000 метрдан 6500 метрға дейін. Енді балалар, мынау спайдер деген ойын білесіңіз да, осы мына нені айналдыру арқылы сіздер қай сұраққа түседі, сол сұраққа жауап бересіңіз. Дема, екті сұрағына. Жақсы, ал айналдырамыз. Осы қай бөліктегі сұраққа түсті, сол сұраққа жауап береміз. Так, Армат жауап бере ғой. Мына сұрақты оқи ғой. Баренц қар. Лаптептер, Охот, тағы да басқа қандай теңіздер? Қандай теңіздер? Баренц, қар, теңіз, Охот. Шеткі теңіздер. Так, шеткі теңіздер. Дұрыс айтып отыр ма? Дұрыс айтып отыр екен. Жақсы. Келесі сіздер айналдырыңызда жауап бере қойыңыз. Иә, қайсына түсті? 14,8 миллион километр квадрат көлемді мұхит. Қай мұхит? Солтүстік мұз мұхит, дұрыс па? Дұрыс екен, жақсы. Картаға дүниежүзілік мұхиттардың бөліктері. Қандай бөліктер бар еді? Дүниежүзілік қандай еді? Иә. Осы шеткі теңіздерді, мұхиттарды және шығанақтарды контур картаға түсіреміз. Енді оқушылар, алдарымыздағы өзімізді бағалау парағымызбен өзімізді бағалай қояйық. Бағалап болғанымыз көтере қояйық.
Жақсы. Енді осы бағаларыңызды электронды күнделікке түсіреміз. Рахмет.